Әлемде 8 миллиардтан астам адам бар. Біз әртүрліміз. Ұлтымыз, тіліміз, дініміз бөлек. Бірақ осы айырмашылықтарға қарамастан, барлығымызды ортақ ететін нәрселер бар. Ол әрине адами құндылық. Өкінішке орай, дәл осы ең маңызды құндылықтар уақыт өте келе жоғалып барады. Әлем қанша дамыса да, технология қанша алға озса да, адам өз болмысын сақтамаса, бәрі бекер. Біз қандай заман келсе де, адами құндылықтарымызды жоғалтпауымыз керек. Өйткені нағыз байлық шынайы махаббатта, әділетті санада және мейірімді жүректе. Күн суытып келатыр, отвечаю, араққа емес, киім алайын деп едім. 100 тенге, 100 тенге дайте, пожалуйста. Сколько может? Ағайындар, помогите, пожалуйста. Теңгеден. Бауырлар, көмектесіңіз, рахмет. Ал мен. Бұл киім алу керек, бауырлар, 100 теңгеден бар ма? Амина, қызым, сен бар ғой, осы жерде қал жарайды ма? Мен қазір анау базардың ішіне барып, бір нәрсе алып келем, бірақ сен жылама, ештемені уайымдама, хорошо? Өзім обратно келіп, сені алып кетем. Жарайды ма? Жақсы, осы жерде тұра тұр. Қас келем мен. Мама, шын ма, баланы далаға күн суықта тастап кеткенсің? Неғып тұрын? Қызым, сен кіммен жүрсің? Туанған жоқсың ба? Мамаң қайда? Мамаңмен жүрсің ба? Атың кім? Қарның ашқан жоқ па? Жүр қазір, мен жаққа барайық. Өзің бір қырсық екенсің. Ладно, тұр осы жерде өзім алып келем. Қазір мынау жерде ана көріп тұрсың ба, роводың? Соған барасың. Бұл жерде полицейскийлер бар. Саған көмектесіп, мамаң тауып береді. Е? Қорықпа, бар. Сосын барып жыласаң, ол жерде полицейскийлер саған көмектеседі. Жарай ма? Кел. Мында кел. Тоқта. Ішіне бар. Ана жаққа қорықпа. Ана жерде көріп тұрсың ба, роводың?
Сол барсам, полицейге көмектесіп жарай ма? Бар, көмектесіп. Бар. Борсай, көмектесіп, ана ішінде полицейскийлер бар, көмектесіп. О, Борсай. Неге бармайсың? Бар, полицейский көмектеседі ғой бар. Ай, не істесем екен, а? Тоңып қаласың ғой жаным. Ішке кірсең, мамаң тауып беріп көмектеседі. Е? Ішке барасың? Бар. Бар! Ладно. Қайда барсам екен? Жүр. Жүр, қорықпа, жүр. Балтабай, мен саған бірден айтқам, сол қатындаларда. Баласын ертіп келмесін деп. Көршілерден, туысқандардан ұят емес пе? Мам, Маликаны түсініңізші, ренжиді ғой. Сөйлеме дейін. Өзіне ренжісін. Неге біздерге ренжиді? Зато жақсы емес пе? Балалар үйінде. Тамағы тоқ. Балалармен ойнайды. Жылы жерде. Зато ертең өзіңе босанып береді. Өзіңнің қаның болады. Болды, ашуланбаңыз. Қазір давлениеңіз көтеріліп кетеді тағы. Қалай ашуланбайсың? Аналарың айтқандарын тыңдамайсыңдар. Біз айтсақ, сіздерге жақсы болсын деп айтамыз. Иә, білем ғой. Малика, түсінші біз мама екеуміз жақсы болсын деп айтып отырып қой. Дедомға барасың, Аминаны көресің. Жақсы емес пе? Көңіліңе алмашы. Балтабай! Ау, мам. Бара тұрмын. Братан, сен действительно қуады екенсің ғой, неменеге алып келдің ананы? Неме оны далаға ұстап кетемін мына ел. Че, ровдыға бармадың, апармадың ба? Реально ровдыға бармаймын. Қорқам. Қамапта сіз не істейсің? Братан, мен саған айтайын. Ана қыз бар ғой. Адасқан емес, ана қызды специально тастап кеткен. Қызы адамдарда балаларын тастап жүре береді, ая. Хайуандарда тастамайды ғой, дарадан айтшы далаға. Брат, сен маған айтшы өзі, ертең не істейін деп жатсың ана мен? Не істеймін, ертең базарға алып барам. Таныс болса беріп жіберем. Братан, абай болшы. Қазір баламен жүру апасына ғой, білесің. Давай сабыра жасап жүрек, тыйым бар ма? Жеги, бүгін ішпей қойыңдаршы, баланы қорқытып аласыңдар. Жоқ, тамағын алып берейік. Қарны ашқан шығар, мұздаған шығар, тоңған шығар. Реально шаршадым жігіттер. Давай шуламай отырыңдар. Оятып алыңдаршы нағызды. Мен демалайын. Болды. Сөз. Мен төсегіме жатшы burada. Не істейміз енді? Кел давай. Қайда шықтың?
Мен саған айтып тұрмын, қайда шықтың дейм. Балтабай! Еш қайда. Жат орныңа. Бақыттың білмей бағасы, адасы мекен анасы, аң еке шаңда қараусыз, қалдырмаушы еді ау баласы. Жетімнің көзі жас екен, удан да дәмі аш екен. Әкенің мұзба жүрегі, ананың бауыры тас бекен. Үш жерде тұр, я? Маман қазір келіп, қорқпа. Мен ау жерге барып тұрам, қарап тұрам, я? Қонқызым, қорқпа. Кеттім. Аңсатқан жанды ағарма, жас болып аққан жанарда, сәбидің бәрі бақытты болу үшін жаралған. Жалғанда анадан жақын жан бар ма? Пикош, саған болмайды бұндай істеуге. Неге алма бұндай? Сен ақылды қызсың ғой. Сен бар мамаңды күткен сен. Жүгір бар, жүгір, сен мамаңды күткен керек. Аңсатқан жанға жетемді, қайтып бір келер дегенде, аңсатқан жанды ағарма. Жасы қаншада? Қызымның жасы 7 дейді. Смыслы 7 жасарға жоғалып қалды? Негізі оның денсаулығында да ақауы бар еді. Аутизммен ауыратын еді. Базарға барған кезде солай жоғалып кетіп, қызымды таппай қалдым. Ауытқуы бар бала. Оны базарға қалай алып жүрсіз? Видео ұстамайсыз ба? Енді осындай жағдай болды. Мүмкін әжесінің үйіне кетіп қалдым екен. Белгісіз жағдай болып тұр ғой енді бұл жерде. Жазыңыз. Жерде жазып қойдым барлығын. Кете берсем бола ма? Иә, бара беріңіз. Жоқ, Пикош, бармайым. Өзің ойнай бер.
Қолың тоңып қалмасын, қолғап шешпей, ә? Тоңып қалмай, ә? Қарның ашып қалады бар. Ойнай. Қолғағың шешпе, тоңып қалмасын қолың. Ансат, пойдем, там какая-то девочка. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Зирия, это мой братишка. Мен Ансам. У меня точно такая же кукла есть. Ты не умеешь разговаривать? Орысша түсінбейтін шығар. Сақау ма? Ансар, Зире, кіріңдер үйге. Есіңдерге танымайтын адам қалса. Ансат, пошли, мама зовет. Ансар, Зире, кіреміз үйге. Көршілер, мына жерде бір бомыш балдарға... Мына видеоны көрдіңдер ма? Мына ЖК-ның бүкіл чатын шулатып отыр ғой. Бір педофил жүр дейді. Қайда барып жүрсіңдер? Өздерің брачка сестренкаларың бар емес пе? Мына айуанды көрсеңдер, смело басын жарып тастаңдар. Любой аңмен шешіп беремін. Түсіндіңдер ма? Жүріңдер. Таштай қалып, сен адам болып жіберейші. Давай, это что, мал болдық па не? Почти, мал болдық, брат. Қалай? Жеги, нормально ма? Что-то иіс бар ғой. Брат, табақты сеу қойшы, үстіне хотя бы темекі иіс шығып тұрса, сен үстіңнен. Толик, не істеп отырсың сен, Толик? Бетін сүртіп жатырмын, сендерге ұқсап қалыпты. Братан, қарашы, ұқсайды да. Толик, Пикошның кукласын ойнама, бер бала. Береміз, қазір жылай бермейміз. Пикош жаным. Давай, братан. Қалай, нормально ма, что? Жақсы ма, Толик? Пикош, жүріп кеттік. Все, да, брат, жол болсын. Пикош. Братан, бас киіміңді түзеп қойшы. Пикош, жаным. Сау бол. Мам, это же та девочка со двора. Мама, сақау. Бағанағы бомыш бұлап кеткен ғой мына қызды. Масқара, тез ана номерге хабарласайық. Малика, мұнда не істеп отырсыз? Мұнда күтіп отырғаннан бала табыла қоймайды. Хабар болса хабарын береміз, бара беріңіз. В смысле, сонда сіз маған үйге қайта бер деп тұрсыз ба? Мен мынада қаққан қыстың ортасында қызым әлі табылған жоқ. Қалай кете берем мен үйіме? Малика, сабыр сақтаңыз. Баланың зауқың бар екен білесіз. Әлде әдейі жығылттыңыз о баланы. Хабар болса айтамыз, бара беріңіз. Біз қазір ровдыға барамыз. Мамаң тауып аламыз барып. Сосын үйге барасың. Жылыды төсек, жылы үйге барасың, я? Ей, жаным-ай, менің де сен сияқты Перизат деген қызым болған, Сәуле деген әйелім болған менің де. Бұл өмір сынақтан тұрады. Ал мен сол сынақтан өте алмадым, қызым. Сен ақылдысың, сен өтуің керексің, я? Сондықтан да уайымдама. Мама! Дома, сен сөйлеуі дегенсің ғой. Қане, мама? Сен мамаң ба? Кет, жүгір. Жалғанда анадан жақын жан бар ма? Арманда мекен анасы, жанында жүрген жандарда
жетемді жетімдер үйін мекендеп қарайлап кешіріңіз, сізді болады ма екен? Малика, не болды? Бала бір жағдай болды ма? Жоқ, бізде барлығы жақсы. Менің қызым тауып берген ағамызға үлкен алғысын білдіріп, рахметімді айтайын деп едім. Малика, ең басты қызыңыз табылды. Рахмет айтуға кеш қалдыңыз. Жоғалма енді, балапан. Мейірімділік, жүректің жылуы, жанның тазалығы. Ол басқаның ауыртпалығын сезіну, жақсылықты риясыз жасау.